Кайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы Президент жанындағы Ұлттық ғылым академиясының Казсайенс подкастын бастаймыз. Бүгінгі біздің қонағымыз фармация мамандығының PhD ғалымы, жас ғалым Қанат қызы Динара ханым. Қош келдіңіз. Өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Енді өзіңіз айтқандағыдай, мен PhD фармация мамандығы бойынша 2015 жылы түсіп, 2018 жылы сәтті қорғадым. Қазақ ұлттық медициналық университеті Асфендияров атындағы сол университеттің фармация факультетін тамамдаған жайым бар. Енді қысқаша өзім туралы айтатын болсам, жалпы негізгі мамандығым ол химия мамандығымын. Базовое образование дейді ғой, химиямын, аналитикалық химия оның ішінде. Өскемен қаласындағы Сәрсен Аманжолов атындағы университеттің бакалавриатын және магистратурасын аяқтағам. Осы жалпы. Өзіңіз жалпы ғылымға қалай келдіңіз? Ғылымға негізі ғылымды біз мектептен бастаймыз ғой, әр өзі жас ғалым. Әр ғалым өзі солай айтатын шығар. Мектептен басталды, азын-аулақ жобаларды орындап жүрдік. Одан кейін жалпы біз өз басым арнайы мамандандырылған мектепте оқыдым. Физика-математикалық бағыттағы Өскемен қаласында орналасқан. Одан кейін бізде сол жерде химияға көбірек тереңдетіліп оқытылды, математика мен физикамен қоса. Содан кейін жаңағы жоғарыда айтқан Сәрсен Аманжолов атындағы университетке түстім, Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетіне. Сол бакалавриатта оқып жүргенде менде мүмкіндік болды немесе биология жағына кету, немесе химия жағына кету. Өзіме химия жақын болғаннан кейін химия жағын таңдап, ары қарай магистратурадан кейін бірден докторантураға түсу мүмкіндігі болмады, себебі отбасын құрдық, одан кейін балалы болдық, одан белгілі 6 жыл үзілістен кейін докторантураға түсіп, ары қарай ғылым жолымды жалғастырдым. Негізгі себепкер болған адамдар ол менің, наверное, анам мен енем шығар. Осы ғылымға келуге. Иә. Ал өзіңіз қазіргі таңда қандай ғылыми зерттеу жұмыстармен айналысып жатсыз? Ғылыми зерттеу біздікі негізі докторантурада бастаған еңбегімізді жалғастырып жатырмыз. Бұл өзіңіз білесіз, Қазақстан жалпы соның ішінде Шығыс Қазақстан облысы бұл дәрілік өсімдік шикізаттарына өте бай. Сол өсімдіктерді зерттелмегендері де бар, қызыл кітапқа енгендері де бар. Және де олардың құрамы өте биологиялық белсенді заттарға өте бай. Сол салада біз жұмыс жасап жатырмыз. Диссертациялық жұмысым ол кең таралған өсімдік цикорийді зерттеуден басталған болатын. Оның құрамынан біз жалпы сол зерттеу Асфендияров университетінің базасында, сосын кейін Казгу өзімізге белгілі Қазақ ұлттық университеті Әл-Фараби атындағы соның базасында, одан кейін Санкт-Петербург химика-фармацевтикалық университетінің базасында, және де негізгі зерттеу ол Миссисипи университетінің базасында ақш-та жасалды. Ең қызығы, біз жұмысты бастаған кезде, мен Америкаға келген кезде, менің ғылыми жетекшім маған былай деп айтты, шетелдік ғылыми жетекшім: сен жаңа зат алам деп ойлама, өз-өзіңді алдама, ол дұрыс, өйткені сен шөбің толыққанды зерттелген. Біз жаңағы әлемдік базаға енгізгенде 5000-нан астам, 5500 қателеспесем мақала шықты. Соның кейін сенің жаңағы белсенді заттар, белгілі белсенді заттар, бірақ та бірінші рет сенің өсімдігіңнен алатын болсақ, соның өзі бізге үлкен жаңалық болады деп айтып, бірден дайындады. Содан не керегі бар? Біз әрине іштей бір кез келген адамның ішінде бір жаңалық болса ғой деген үміт болады, және сол үмітті тілейсің. Сөйтіп жүргенде жаңа зат келді. Жаңа зат ешкім алынбаған. Оны біз сол университеттің базасында ЮПАК номенклатурасы бойынша ат бердік. Сөйтіп, және сонымен бірге 3 зат келді. Ол бұрын басқа өсімдіктерден алынған, бірақ менің өсімдігінен біздің топ, мен және менің ғылыми жетекшілерім бірінші рет алып тұрдық.
вот сөйтіп жақсы журналда бұл жетістігіміз жарық көрді. Сонымен қоса тағы бір айта кететін зат, сол университеттің базасында, Миссисипи университетінің базасында біздің әріптестеріміз басқа да елдерден келіп жұмыс жасап жатқан, олар 100-ге жуық, 80-ге жуық заттар алады, жаңа заттар. Бірақ олардың ішінде ол жаңа зат болған күннің өзінде де фармацевтикалық әсер болмайды ешқандай. Менің жаңағы жалғыз затым еще фармацевтикалық әсер көрсетеді. Енді артынан қайтар кезде жаңағы ғылыми жетекшім айтады ғой, you are very lucky деп. Сол секілді шынымен де бір керемет сәтті атқарылған жұмыстардың бірі болды деп ойлаймын. Одан кейін әрине бітіргеннен кейін, қорғағаннан кейін ары қарай дипломдық жетекші болып бастадым ресми түрде. Сосын кейін дипломдық жұмыстардың аясында біраз жаңа тақырыптардың шетін түртіп көрдік. Негізгі дипломдық, өз басым дипломдық жұмыстар мен магистрлық жұмыстарға жетекші болған жақсы көрем, себебі ол жерде шынайы эксперимент қоюға болады. Ал докторантураға жетекші, қазіргі таңда 2 докторантым бар. Оларға жетекші болғанда кішкене қорқақтайсың. Өйткені ол жерде жауапкершілік үлкен, оны защитаға алып шығуың керексің, ол нәтижең жарық көру керек сонымен қоса. Сондықтан да сен алдын ала ойланасың. Примерно мына жұмыс болады ау, осы бағытта кетем ау, немесе уже жүріп қойған жолыңмен жүресің. Да? Анандай магистратурамен, әсіресе магистранттардың жұмысындағыдай эксперимент жасай алмайсың. Негізгі сұрағыңызға оралатын болсам, онда қазіргі таңда біз сол магистрлық жұмыстардың аясында кішкене нанофармацияға бет бұрып жатырмыз, көріп түртіп ол жұмысты да, одан кейін фармакоэкономикалық зерттеулер жүргізіп жатырмыз. Сонымен қоса, әрине өзіміздің негізгі тақырып ол эндемикалық дәрілік өсімдік шөптердің құрамын зерттеумен айналысып жатырмыз. Керемет. Қазір таңда білесіз, біздің үкімет тарапынан көптеген жаңағы гранттық жобалар бар. Соларды қатысып оттыңыздар ма? Гранттық жобаларға әрине тапсырып көріп жатырмыз. Қазақстан өзіміздің еліміздің аясында гранттық жобаға ұтып көрген жоқпын, және де әлі бір сәті түспей тұрған шығар деп өзім ойлаймын. Уақыты келгенде оны да ұтатын шығармыз. Бірақ шетелдік жаңағы Миссисипи университетінің үлкен жобасында жұмыс атқарған тәжірибем бар. Тәжірибеңіз бар, иә? Енді осы тұста жоба демекші, бірден мына жас, біздер қазір кішкене алдыға кететін шығармын, дегенмен де жас ғалымдардың осы жобаға қатысты, медицина саласының жас ғалымдардың жобаға қатысты аманатын жеткізсем. Өйткені біздер өзіңіз білесіздер, академияның іргесінде жас ғалымдар тобы бар, медицина ғалымдарының жаңағы біздің өзіміздің бағыт бойынша. Сол кісілердің көп айтатыны ол осы гранттық қаржыландыру бойынша. Оның мерзімін ұзарту, қазіргі таңда 5 жылдан 3 жыл ғой, 5 жылға дейін ұзарту. Одан кейін жаңағы индивидуалды гранттар қарастыру деген сияқты жобалар қарастыру. Осы орайда біздер әрине ол кісілердің ұсыныстарын жинап алғаннан кейін белгілі сараптамалық жұмыстар жүргіземіз. Соның ішінде осы жобаландыру аясында алдыға кетіп қалған елдердің тәжірибесін зерттеп саралаймыз. Сол кезде мына Жапонияның тәжірибесіне келетін болсақ, оларда 8 түрлі грант бар екен. Оның ішіндегі біздегі ПЦФ, жаңағы ГФ дейміз ғой, солардың барлығы бар. 39 жасқа дейінгі жас ғалымдарға арналған жобаларда беріледі екен. Бірақ та ол жердегі ерекшеліктері олардың жылдарында, мерзімдерінде дифференциация бар. Яғни инициативный проектілерді, мысалы, 1 жылдан 3 жылға дейін ғалым өзі таңдап мерзімін жасайтын болса, ал жаңағы үлкен проектілерді 3 жылдан 5 жылға дейінгі мерзімді өзі таңдай алады. То есть осыны біздің тарапта енгізсе екен деген ой бар. Себебі медициналық зерттеулердің өзінің бір ерекшеліктері бар. Кейбір журналдар, белді журналдарға мақала жариялау үшін зерттеуді кем дегенде 5 жыл өткізу керек. Олар 3 жылдық зерттеуді алмайды. Зерттеудің нәтижесін мақалаға еңбекті алмайды, тек қана 5 жылдық. Сол үшін біздің жас ғалымдар осы орайда біздің елімізден, соның ішінде академиядан осындай көмектер сұрап жатыр. Өте дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда мысалға осы медицина саласындағы жас ғалымдар айтады, біз жас ғалым, енді ол жерде 40 жасқа дейін, 40 жас қоса алғанда деп айтылады.
ол бізге келіспейді деп. Өйткені Өте дұрыс айтасыз. медицина саласы жаңағы өзінің 9 жыл оқиды, оның магистратурасы бар, интернатурасы бар дегендей. Ол да бір осы подкастыма келген ғалымдар соны айтып жатыр. Және өзіңіз айтқан ұсыныстарыңыз өте керемет. Қазіргі таңда біздің білуімізше сіз Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ұлттық ғылым академиясында ғылым департаментінде жұмыс жасайсыз. Иә. Қазіргі таңда осы құрылғалы бері қандай жұмыстар атқардыңыздар? Құрылғалы бері ең бірінші жалпы академияға келген кезде біз өз басым салалық академиктардың басын қосқан үлкен іс-шараға қатысудан бастаған болатын. Осы жаңа медицина саласы бойынша? Жоқ, ол бүкіл жаңағы Қазақстандағы қандай салалық академиялар бар, солардың үлкен іс-шарасын академияның ұжымы ұйымдастырған болатын, жаңа ұжымы. Сол іс-шараның жаңағы басы қасында жүрген жайым бар. Жалпы ең бірінші іс-шара содан басталды, үлкен. Одан кейін екінші іс-шарамыз ол 25 мамырда бүкіл Қазақстанның талантты жас ғалымдарын басын біріктіріп, солардың ойларын тыңдап, ол кісілердің сол жерде ұсыныстарын жинап, олардың біразы қазір жас ғалымдар өздері куә болып жатыр, орындалып жүзеге асып жатыр. Ол да бір қуантарлық жайт. Одан кейінгі іс-шарамыз ол сол 25 мамырдағы отырыстың резолюциясын орындау мақсатында, резолюциясының бір бөлігін орындау мақсатында әр саланың бойынша жас ғалымдар жұмыс тобын құру болған болатын. Сол орайда біз бүкіл Қазақстаннан жаңағы түйіндемелерді, 40-қа дейінгі жас ғалымдардың түйіндемелерін жинап, біздің өмір және денсаулық бағыты бойынша жас ғалымдар жұмыс тобын құрдық. Одан кейін ол жас ғалымдар тобы қазір өте белсенді жұмыс жасап жатыр. Өзіңіз білесіз, біраз келіп сізбен сұхбаттасып, өз ойларын білдіріп жатыр. Академияның атынан бірнеше ірі халықаралық іс-шараларға қатысып жатыр. Сонымен қоса біздер жаңағы жас ғалымдардың отырысын көшпелі қып ұйымдастыру, тек қана Алматыдағы емес, сонымен қоса өңірдегі жас ғалымдардың да, сонымен қоса бізде жас ғалымдардың отырысын көшпелі қып отыру қабылданған болатын. Себебі тек қана Алматыдағы жас ғалымдардың егермей, сонымен қоса өңірдегі жас ғалымдардың да пікірін тыңдау біз үшін маңызды болғандықтан. Ең бірінші көшпелі отырысымыз ол мына Астана медициналық университетінің қабырғасында өтті. Одан кейінгі көшпелі отырысымыз Шымкент болғанда Оңтүстік Қазақстан медициналық академиясының қабырғасында өткізілді. Және де сонымен қоса біздің жаңағы бағытты басқаратын вице-президентпен бірге, президентімізбен бірге өңірлерді аралап, өңірлердегі медициналық мекемелердің, медициналық ғылыми орталықтардың, сонымен қоса медициналық ғылыми зерттеу институттарының әл-ауқатымен танысып, олардың ғылыми потенциалдарын бағалау мақсатында үлкен жаңағы жұмыстар атқарылған болатын. Сол кезде де біз біршама жас ғалымдармен таныстық. Тағы бір ерекше айта кететін жайт, бұл өңірдегі жас ғалымдардың жақсы мағынада айтатын болсам, ақпаратқа аш. Олар кез келген инициативаға дайын, орындауға дайын, ашық. Осы бағытта біздер қазір үлкен жұмыстар жасап жатырмыз. Есіме сіздің сұрағыңыздан түскеннен кейін осы болды. Негізі жұмыс атқарылып жатқан өте көп, өзіңіз білесіз. Шынымен де осы жақында сіздерде Шымкентте жас ғалымдар сөді Казсайнс деген өтті. Өңірде бүкіл жаңағы оңтүстік ғалымдар, өңірдегі жаңағы Қызылорда, Түркістан, Шымкент, Тараз қаласындағы барлық жас ғалымдар барлығы бір қалада жинадыңыздар. Осында келіп жатқан подкастымызда айтқан ғалымдар шынымен де осы ұлттық ғылым академиясында бір үлкен бізге бір дем беріп жатқан сияқты бір өздерінің несін айтып жатыр, жылы лебіздерін айтып жатыр. Бір үлкен өзгерістер енді келетін шығар деп үмітпен қарап отыр сіздерге. Енді шынымен де қазіргі таңда сіздер өңірлерді аралап жатсыздар. Мысалы Астана қаласындағы бір ғылыми зерттеу институттарына бардыңыздар, университеттерге де бардыңыздар, Семейге де бардыңыздар, мен қателеспесем. Осы мақсаттарыңыз қандай? Сонда аралап танысу ма, әлде болашақта солармен олардың жаңағы белгілі бір жаңағы кемшілік тұстарды анықтап, солармен қарым-қатынаста жаңағы үлкен бір нәтижеге жету ма? Негізгі бұл жердегі стратегиялық бағыт, мақсат өте үлкен. Соның бір кішкене ғана тұсын айтатын болсам, бұл сол өңірдегі мекемелердің
ғылыми потенциалмен танысу, соны бағалау және де қандай проблемалар бар соларды анықтау және қолдау. Және қолдау. Әрине, оның барлығы қолдау үшін жасалынатын дүние. Өзіңіз білесіз, келгеннен кейін біз үлкен ақпараттық сараптамалық анықтама жазамыз, оны құзырлы органдарға жібереміз, өз тарапымыздан жаңағы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Бірақ мақсат өте үлкен. Сол сияқты жаңағы өңірлерге шыққан кезде біз жас ғалымдармен танысамыз, олардың жобаларымен танысамыз, біткен жұмыстармен, бітпей тұрған, не себепті бітпей тұрған, аяқталмай тұрған жұмыстармен таныстырамыз. Осы орайда бізде бір жаңағы пул ученых дейді ғой, пул молодых ученых, вообще ученых да сондай қалыптасып жатыр. Кез келген мысалы құзырлы органдардан түскен бұрын сұраныстарға біз ақпарат жинау кезінде кішкене қиындықтар болатын. Қазіргі таңда мүлдем шешілді деп айту қиын, бірақ та бізде белгілі бір ақпарат бар. Белгілі бір жаңағы өңір бойынша бізде картина дейді ғой, жалпылама картинамыз бар. Сол орайда жауап бере аламыз, және де ол сұрақ бойынша кім сол өңірде белгілі бір сұрақтар бойынша кім эксперт, сарапшы, сол туралы да ақпарат бар. Бұл әрине біздің жұмысымызға өзінің оң әсерін тигізіп жатыр деп сеніммен айтуға болады. Сонда сіздер қазіргі таңда анализ жасадыңыздар. Бүкіл өңір бойынша, өзіңіз және өмір және денсаулық бағытыңыз бойынша, осы ұлттық ғылым академиясының. Сонда сіздер анализ жасап, олардың жақсы тұстары мен кемшілік тұстарын саралап, стратегиялық тұрғыда бұл бағыт болашақта 5 жылда қалай даму қажет деген сияқты сондай жоспар құрып жатсыздар. Өте керемет. Одан бөлек өткенде бізде комментарийларымызға жазып кетті ғалымдар. Бұғанға дейін болған емес дейді. Себебі бізді өңірден ұлттық ғылым академиясы конференцияға шетелдерге апарды дейді. Жан жақтан жинап, бұл бір таңғаларлық жағдай, өзімізге бір үлкен бір не алғандай болдық дейді. Жаңағындай бір мотивация алдық дейді. Сенім пайда болды. Мен де біреу байқады деп сондай бір комментарийға жазып кетті жас ғалымдарымыз. Сонда қазіргі таңда сол ғалымдарды сіздер қалай таңдап жатсыздар өңірден? Мына сіздің комментарийіңізді оқыған жоқпын, бірақ тыңдап отырып денем түршігіп кетті. Өте жаңға жағымды комментарий екен. Шынымен де ондай оң жұмысымызды бағалап жатса, ол бізге керісінше күн демей түн демей жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Ал енді жас ғалымдарды таңдауға келген кезде біздер жаңағы біздің жұмыс тобымыз бар ғой, сол жұмыс тобымызға кірген және сол жұмыс топта белсенді жұмыс жасап жатқан жас ғалымдарды біздің тарапымыздан бір оларға мотивация дедіңіз бе, жаңағы қолдау ретіндегі реакциямыз болды деуге болатын шығар. Себебі барлығы енді өкінішке орай, өзіңіз білесіз, ғалымдар кішкене тұйықтау болады. Барлығы бірдей ашылып ұсыныс бере алмай жатыр қазіргі таңда. Бәлкім уақыттары да болмай жатқан шығар. Өзіңіз білесіз, жақын арада бірнеше жобаларға жариялады, конкурс жариялады. Соның себебінен бекен белсенді қатыса алмай жатыр. Бірақ осы күнге дейін белсенді болған ғалымдарды, жас ғалымдардың арасынан іріктеп алдық. Өте керемет. Онда да жаңағы индекс Хирша деген өзінің наукометрический показательдер бар ғой, көрсеткіштер, сол көрсеткіштер бойынша. Өте керемет. Құрметті көрермендер, шынымен де осы жақында Мәскеу қаласында болған конференцияға 26 ғалым, жас ғалым барған. Әрбір тек қана Алматы, Астана қаласынан емес, барлық өңірден қамтылған. Сондағы жаңағы Қостанайдан да, басқа қалалардан да жас ғалымдар барып, Мәскеу қаласында өзінің ғылыми зерттеулерін қорғап, және кері байланыс алып, кемшілік тұстарын бәрін анықтап қайтты. Өте керемет, шын мәнісінде. Оның ішінде жүлделі орын алғандар, бірінші, екінші орын алғандар болды. Өте керемет. Одан бөлек және сол жас ғалымдарға сол жақта докторантурасын қорғауға да бір андай постдокторантураға шақыру алғандар да бар деп естідім. Ол рас, сондай болды. Енді оны жас ғалымдардың өздері айтып жатыр ол туралы. Ал жалпы жас ғалымдар өте жоғары нәтиже көрсетті. Өте жоғарғы деңгейдегі жұмыстар таңдалып алынды. Себебі ол жаққа барған кезде өздеріңіз білесіздер, кез келген шетелге шыққанда біз тек қана өзіміздің атымызды емес, біз өзіміздің атымыздан шықсақ та бізді шетелдіктер Қазақстан деп қабылдайды. Сондықтан да Қазақстаннан барған еліміздің атын қорғап жатқан жұмыстардың барлығы жерге қаратпайтындай болу керек. Нәтижелі, өте бір
керемет эмоциямен қайтты біздің жас ғалымдар. Керемет. Енді қазіргі таңда отандық бұқаралық ақпарат өкілдері сіз осы ұлттық ғылым академиясы басқа ұлттық ғылым академиялармен меморандумға отырып белгілі бір жаңағы ғылыми жобалар жұмыс жасаймыз деген ниет танытып сондай бір ақпараттар тарап жатыр. Сол жайында айтсаңыз. Негізгі жалпы шетелдік академиялармен, шетелдік ғылыми институттармен қазір жұмыс тығыз байланысып жатыр. Өзіңіз білесіз, ғылым деген, ғылымның нәтижесі ол бір күндік, екі күнде немесе бір-екі жылда бірден орысша айтқанда выхлоп бермейді, нәтиже бермейді. Ол белгілі бір уақытты қажет ететін дүние. Біздің бүгінгі істеп жатқан жұмысымыз ол бірнеше жылдардан кейін нәтиже беретіні сізге де бізге де мәлім. Бірақ қазіргі таңда бізде өте үлкен елдермен, үлкен ғылым ордаларымен жұмыс келіссөздер жүріп жатыр. Оның біразын қазір нәтиже болмағаннан кейін, қалай айтсам екен, нәтиже емес. Қазіргі таңда келіссөздер жүріп жатқандықтан атап айтпай қояйын, бірақ жоспар үлкен. Елдерді атап өтетін болсам, Қытай, сол Ресей, мына Балтикалық елдермен біраз келісім шарттар жасалып, меморандумдар жасалынып, сол меморандумды жүзеге асырудың аясында үлкен жобалар туралы жоспарланып жатыр, келіссөздер жүріп жатыр. Оның бізге тиімді жағы керек, біздерге мысалы пайдасы керек. Тек қана енді екі тарапқа да пайдалы болу керек қой. Кез келген жоба, мысалы Қазақстанға кірген кезде, Қазақстанның территориясына ол Қазақстаннан алып қана қоймай, ол бізге беру керек, немесе бізде қалу керек. Біз әрине осы тұста біздің, өзіңіз білесіз, үлкен международный отдел бар, оларда үлкен жұмыс атқарып жатыр, халықаралық бөлім, халықаралық департамент. Одан кейін ол тарапта бізде әрине құқық саласының мамандары көмектеседі. Сондықтан да ондай жұмыстың басталып кеткені рас. Енді қазіргі таңда сіздер көптеген шетелдік осы ғылым ордаларымен келісімшарт жасасып, сол жақта ғалымдарды ақырын шақырып, ол жақта жаңағы коллаборация жасап жатсыздар, ғылыми зерттеу институттарымен бірлесіп, олардың жобаларына қалай айтсам болады, жаңа көзқараспен кері байланыс алдыртып жатсыздар. Ол бір бөлек, одан бөлек жаңағы университеттерде лекция ұйымдастырып жатсыздар студенттерге, докторанттарға. Сол туралы айта кетсеңіз. Жалпы жаңағы екі сұрақ, мен бұл сұрақты бірінші бөлігін айтатын болсақ, біздерді өзіңіз білесіз, шетелдің тәжірибелерін қарап жатырмыз. Соның ішінде мына біздің бағыт бойынша, әсіресе фармация саласының бағыты бойынша Қытайға сапарымызда 3 үлкен фармацевтикалық зауыттың жұмысымен таныстық. Ол жерде жаңағы институттың қабырғасында зерттеу басталынып, сол дәрілік өсімдік шикізаттардың аясындағы 3 зауыттың мысалында айтатын болсам, оларда жаңағы үлкен зерттеу институтының қабырғасында зерттеу басталынады, лабораториялық зерттеу. Одан кейін ол жаңағы лабораториялық зерттеудің нәтижесі сәтті болып жатқан жағдайда оны ары қарай масштабировать етеді, масштабын үлкейтіп келесі тәжірибені жүргізеді. Одан кейін барып производство дейді ғой, өндіріске енгізеді. Сонда біздегі Қазақстандағы бір тұсымыз, бұл мына аралық бөліктің жоқтығы сияқты болып көрінді. Себебі біздер бірден өндіріске енгізуге тырысамыз. Ал ол жерде керісінше жаңағы аралық бір тәжірибелік опытно-конструкторская работа дейді ғой, сондай барды. И сол жерде эксперимент жасалынады. Егер де ол эксперимент сәтсіз аяқталатын болса, ол бүкіл партия жоққа шығарылады, жаңағы жойылады. Ал егер де ол сәтті болып жататын болса, клиникасы енді оғанға дейін жасайды ғой, бірақ сол шығарылған өнімнің ары қарай нәтижелі болып жатса, ол бірден нарыққа шыға береді екен. Және де ол кісілер сол дәрілік өсімдік шикізатының құрамынан биологиялық белсенді заттарды бөліп алады ғой. Сол бөліп алу технологияларын ғалымдар өндіріске сатады. Яғни ол тараптан да ғалымдардың өздері белгілі бір дивиденд дейміз ба, пайда ма көреді екен. Бағалары да әртүрлі.
Вот олар кісілердің ең арзанын айтты. Ол ақш долларымен алғанда 3 миллион ақш доллар екен, технологияның өзі ғана. Иә. Ал қымбаттары одан да жоғары. Ал жаңағы өткенде мысалға осы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне сіздер бір мықты ғалым шақырыпсыздар, Муталипов деген, жаңағы маймылды клондаған деп. Сол туралы айтсаңыз. Бұл жаңағы сұрағыңыздың екінші бөлігі. Шынымен де біздер мына кез келген академияның ашылған, шетелдік белді академиялардың ашылғандығын тарихын оқып отырсаңыз, олар өздерінің жаңағы ғылымды насихаттауды, мықты ғалымдарды шақырып, жаңағы академияның қабырғасында лекция, дәріс беруден бастаған екен. Біз де сол жолмен келе жатқандаймыз. Осы орайда бізде Орегон университетінің профессоры, өзіміздің отандасымыз, Қазақстаннан шыққан ғалым, әлемде ең бірінші рет маймылды клондаған ғалым Муталипов мырзаны шақырып, сол кісінің дәрісін жас ғалымдар тыңдау мүмкіндігін алды. Өзіңіз білесіз, 200-ден астам жас ғалым қатысты оған, және де біздер әрине ол лекцияларды, дәрістерді өткізгеннен кейін арасында қалып, фидбек дейді ғой, кері байланыс жинаймыз. Сол кездегі мына жас ғалымдардың болсын, студенттердің болсын, эмоциясы бөлек болды. Өйткені ол жерде көп нәрселер айтылды, өте қызық нәрселер айтылды. Сондықтан да ондай кісілердің біздің академияның қабырғасында дәріс оқуға келісуінің өзі бір біздің басшылықтың абыройының арқасы деуге болатын шығар. Сол кісілердің сол кісілер келісіп сөзді жүргізіп береді, ары қарай ұйымдастыру жұмыстары біздікі. Керемет, құрметті көрермендер, шын мәнісінде Ұлттық ғылым академиясы көптеген лекциялар ұйымдастырылды. Ол лекцияларға сіздер Алматы қаласына келе алмасаңыздар да Zoom арқылы қатысып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Шын мәнісінде ол үлкен бір жұмыстың нәтижесі, және осы шақырылып отқан ғылыми жаңағы ғалымдар тек қана бұл жаққа келіп қана қоймай, Ұлттық ғылым академиясы сол ғалымдардың белгілі бір докторанттарға ғылыми жетекші ретінде де көмектесіп жатсыздар. Ұлттық университеттерге, басқа да университеттерге бұл өте үлкен және керемет жұмыс деп есептеймін. Одан бөлек қазіргі таңда мысалға сіз жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, мысалы Ұлттық ғылым академиясында жаңағы жас топтар бар деңіз. Жас ғалымдар топтар бар. Осы ғылымды дәріптеу жұмыстарын қалай жүргізіп жатсыздар? Ғылымды дәріптеу жұмыстарын жалпы біздің ұйымдастырып жатқан әрбір іс-шарамыз ол сол ғылымды дәріптеуге бір құйылған кішкене бір қосқан тамшымыз деп есептеу керек шығар. Өйткені біздің көшпелі отырысымыз болсын, біздің жаңағы өңірге барып, ол өңірдің проблемасымен танысу, оларды ары қарай құзырлы органдарға жеткізу, оның өзі де бір ғылымды дәріптеу болып есептелінеді. Себебі сол жерге жиналған кезде тек қана үлкен ғылыми қауымның өкілдерімен бірге жас ғалымдар да келеді. Жаңағы сөзіміздің жалғасы ретінде сол жерде біз бірнеше жас ғалымды өзімізге аштық. Оларды одан кейін Шымкенттегі жас ғалымдар көшпелі отырысына өздерінің баяндамаларымен шақырдық. Ол кісілер де өздерінің өте қызықты жобаларымен бөлісті. Оны да ғылымды дәріптеуге қосқан бір өзіміздің үлесіміз деп есептеймін, өз басым. Құрметті көрермендер, Ұлттық ғылым академиясы Шымкентте ұйымдастырған жас ғалымдар слеті сол жердегі университетте ғана емес, барлық секциялық отырыстар өндірісте болды. Бұл дегеніміз ғылым мен өндірісті байланыстырудағы мақсаттың көздегені. Шынымен де көп рахмет. Қанатқызы Динара ханым, сіз өте үлкен бір жұмыстар жүргізіп жатсыздар. Бүгінгі подкастымызға келіп алтын уақытыңызды бөлгеніңізге көп рахмет. Енді бізден бір кішігірім сыйлықты қабылдауды рұқсат етіңіз. Рахмет, үлкен. Ұлттық ғылым академиясынан. Рахмет. Енді өзіңіздің осы біздің көрермендерімізге, ғалымдарымызға, жас ғалымдарымызға өзіңіздің жылы лебізіңізді айта кетсеңіз. Барлық жас ғалымдарға бағанағы әңгімеміздің басындағыдай сәттілік тілеймін. Ғылым жалпы өзі сәттіліктен тұратын сияқты. Себебі белгілі бір жұмыс өзінің нәтижесін берген кезде оны да сәттілік деп қабылдау керек сияқты. Сондықтан да ең бастысы әрине денсаулық.
сәттілік және ғылымға келіп тынбай жұмыс істеу. Көп рахмет. Құрметті көрермендер, өздеріңіз білесіздер, осы бір індетті басымыздан кешірдік. Денсаулықтың адамға маңыздылығын түсіндік. Яғни барлық мемлекеттер медицина ғылымының дамудың басты мүдде екені анықталды да, және барлығы қазір сол бойынша жұмыстарын атқарып жатыр. Енді шынымен де бұл елімізде жаңағы медицинаның дамығаны біздің жаңағы life expectancy да ағылшынша біздің халқымыздың өмір ұзақтығы деп есептейміз. Сондықтан да құрметті көрермендер, қандай да бір сұрақтар қарастырылмай қалса комментарийға жазып кетіңіздер, бөлісіңіздер, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Біз ашықпыз. Рахмет. Рахмет.